Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 6-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы фонетика әлеміне саяхат. Сабақтың мақсаты тыңдаған мәтіннің тірек сөздерін белгілей аламын. Тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын айта аламын. Мери, тыңдашы. Айналамыздан сан түрлі дыбыстар естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтарының сыбдыры, тағы басқа. Олардан басқа тіл дыбыстары бар емес пе? Олар бір-бірімен бірігіп мағыналы сөз жасайды. Тіл дыбыстарын естиміз әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарының жасалу, айтылу, естілуін, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызды тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалдарды қайталап еске түсіруден бастаймыз. 25-ші жаттығу. Сөздерді оқы. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Қай сөзде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес. Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешелігі неде? Мысалы, көбелек 7 дыбыс, 7 әріп. Шың 3 дыбыс, 3 әріп. Ұлан 4 дыбыс, 4 әріп. Ер 2 дыбыс, 2 әріп. Жапырақ 7 дыбыс, 7 әріп. Өлке 4 дыбыс, 4 әріп. Көгершін 8 дыбыс, 8 әріп. Пияз 5 дыбыс, 4 әріп. Киік 4 дыбыс, 4 әріп. Демек, бұл жерде 2 дыбыс естіліп тұрған. Пияз сөзінде я дыбысы қосарлы дыбыс. 26-ші жаттығу. Сызба бойынша тіл дыбыстары туралы білетінді айт. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз болып. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Ал дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып 3 түрге бөлінеді. 27-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Бұлт өзеннен су алса, Спандияр Ақаев. Кейде сіркіреп, кейде нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Осы сулардың біраз егінді суғарғанда, жазық жайылымға жайылғанда жерге сіңіп, жер астындағы су қорына қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреуі үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы уланады да бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады дегені содан шығар. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ не туралы екен? Бірінші сұрақ әрине нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады туралы. Екінші сұрақ нелер туралы? Екінші сұрақ шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Жер астында су қорына нелер қосылады? Жер астында су қорына жайылымға жайылғанда жерге сіңіп, жер астында су қорына қосылады екен. Су жердің бетіне не арқылы шығады? Су жердің бетіне бастау және құдық арқылы қайта жердің бетіне шығады. Құдықпен бастау арқылы. Кейбіреуі қайда құяды? Кейбіреуі үлкен көл өзендерге құяды. Көл айдыны арқылы не істейді? Көл айдыны арқылы уланады да бұлтқа айналады. Бабаларымыз бұларға не деген? Бұлт өзеннен су алса ғана жауады деген бабаларымыз. Жаңбыр, енді қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге жауап болатын сөздерде тірек сөздердің қатарын құра. Жаңбыр, шағын, бұлақтар, нелер, бұлақтар, үлкен өзендер. Жер астына су қорына нелер қосылады? Осы сулар, бастау, құдық. Су жердің бетіне арқылы шығады? Бастау, құдық арқылы шығады. Кейбіреуі қайда құяды? Үлкен көлдерге. Көл айдыны арқылы не істейді? Уланады, бұлтқа айналады, жаңбыр болып жауады. Бабаларымыз бұлт туралы не деген? Бұл туралы бұлт өзеннен су алса ғана жауады деген.
28-ші жаттығу 18-ші беттегі мәтіннен нақыл сөзді тауып жаз. Сол сөйлемдегі сөздерге үлгі бойынша дыбыстық әріптік талдау жаса. Жазбаша талдау үлгісі дауысты д әріпімен, екінші ұяң дауыссызды о әріпімен, қатаң дауыссызды қ әріпімен, үнді дауыссызды ү әріпімен бағдар сызық арқылы белгіле. Мысалы, бұлт бір буын, 4 дыбыс, бір дауыстаған дыбыс бар. Ауызша талдау үлгісі бұлт сөзінде бір буын, бұлт 4 дыбыс, оның біреуі дауысты, үшеуі дауыссыз, 4 әріп бар. Сөздің бірінші дыбысы б, ұяң дауыссыз дыбыс, екінші дыбыс о, жуан дауыссыз дыбыс, л, үнді дауыссыз дыбыс, т, қатаң дауыссыз дыбыс. Шығармашылық үзіліс 29-ші жаттығу сызық бағытымен бастапқы бір әріптен кейін екі әріп тастай отырып оқығанда мәтел шығады. Мәтелді түсініп оқы, шыққан мәтелдегі сөздерге ауызша және жазбаша фонетикалық талдау жаса. Мәтелден бірде дауысты, бірде дауыссыз болып тұрған дыбысы бар сөздерді тап. Неге олай екенін дәлелдеп көр. Мәтел туған жердің ауасты шипа. Енді бұл жерде туған дегенде т қатаң дауыссыз дыбыс, у дауысты дыбыс, ғ ұяң дауыссыз дыбыс, а жуан дауысты дыбыс, н үнді дауыссыз дыбыс, ж ұяң дауыссыз дыбыс, е жіңішке дауысты дыбыс, үнді дауыссыз дыбыс, д ұяң дауыссыз дыбыс, жіңішке дауысты дыбыс. Туған жердің үнді дауысты дыбыс, ауасы 3 буын, 5 дыбыс, 5 әріп, а жуан дауысты дыбыс, у үнді дауыссыз дыбыс, а жуан дауысты дыбыс, с қатаң дауысты дыбыс, жуан дауысты дыбыс. Да, а, д ұяң дауысты дыбыс, а жуан дауысты дыбыс, шипа, ш қатаң дауыссыз дыбыс, и жіңішке дауысты дыбыс, г қатаң дауыссыз дыбыс, а жуан дауысты дыбыс. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.